Мұхтар Әуезовтің редакциясымен шыққан 6 томдық қазақ әдебиеті тарихының бірінші, екінші томдарын жазуға қатысқан. Қазақ әдебиетінің библиографиялық көрсеткішін 1917-1946 жылдары құрастырып, оған Әуезовтің шығармаларын енгізді. Абайдың саяси сатираларының идеялық көркемдік ерекшеліктері деген тақырыпта кандидаттық диссертациясында Мұхтар Әуезовтің ұлы ақын туралы зерттеулерін кеңінен пайдаланды. Пікірлерінде сілтеме жасап ой өрбітті. Әуезов «Қайта туған халықтың әдебиеті» деген мақаласында жазушылармен тізе қосып, білекке білек жалғасып, қатар жасасып келе жатқан сыншыларымыздың қатарында Әбетовті де қазақ әдебиеті тарихының бірінші томы ұлттық фольклорымыздың тарихына арналған. Осы уақытқа дейін фольклор тарихи тұрғыдан зерттелген емес. Бұл томда тұңғыш рет қазақ фольклорының ұзақ даму жолдары қарастырылған. Атап айтқанда, ежелгі замандағы фольклордың сипаты, орта ғасырларда фольклорлардың көркем руханиятқа айналғаны және жаңа дәуірде фольклор жанрларының өзгеріп, соның формаларында пайда болған зерттелген. Соның нәтижесінде фольклордың көне түрлері есте жоқ, ескі заманда туып алғашқы синкреттіліктен арылғаны, көп ғасырлар бойы дамудың арқасында қарапайымдықтан көркемдікке жеткені, сөйтіп қазіргі көп жанрлы профессионалды әдебиетімізге өнерімізге негіз болғаны дәлелденген. Қазақ әдебиеті тарихының екінші томы ежелгі және орта әдебиетіне арналған. Түркі тілдес халықтарға ортақ 3 және 5 ғасырлардағы әдебиет оқу бастаулары, Орхон Енисей жазба ескерткіштері, Қорқыт ата кітабы, Оғыз-Наме жырлары, 10-12 ғасырлары өмір сүрген түркі даналары, Әл-Фараби, Қашқари, Баласағұни, Яссауи, Егінеки, Бақырғани шығармалары, 13 ғасырда Құман, Қыпшақ тіліндегі жазба мұралар, Кодекс Команик, сөздік, Алтын Орда дәуірі әдебиетінің көрнекті өкілдері Хорезми, Сарай, тағы басқа сынды ақындардың дастандары талданып, олардың ежелгі әдебиет тарихындағы орны анықталды. Қазақ әдебиеті тарихының бұрын аз зерттеулері дәуірі жаңа көзқарас тұрғысында пайымдалды. Томға қосымша ретінде ежелгі әдебиетке байланысты пайдаланылған еңбектердің библиографиялық көрсеткіштері берілді. Жас ұрпақ жерлес ғалым әдебиет танушының істеген еңбегін біле жүргені дұрыс.